Альхамдулиллахи роббил аламин. Біз қыздармен мүлік сүресін жаттап бастадық. Аллаға шүкір болсын. Бүгін 7-8 аятқа келіп қалдық. Аллах мейірімен, әрине, альхамдулилля. Әр мұсылман қабірге барғанда жағдайым не болмақ деген уайым болады. Бірақ Алланың мейірімі шексіз екен. Аллах Тағала бізге мүлік сүресін беріп қойған екен. Кім мүлік сүресін үйреніп, күнде оқитын болса, онда Аллах Тағала оны қабір азабынан сақтайды екен. Аллах мейірімен мүлік сүресі оған шапағатшы болады екен ол адамға. Және кім мүлік сүресін күнде әдетке айналдырып оқитын болса, онда Аллах Тағала оған сауап береді. Қандай сауап? Мысалы, қадір түнде біз түнімен құлшылық ісіне өткізетін болсақ, дәл сондай сауап жазады екен. Егер күнде оқитын болсаңыз, оны үйреніп, оны тастау емес, әдетке айналдырып. Адам қалай өзіне жақсылықты қалайтын болса, дәл солай сол жақсылықты бауырына да қалайды екен. Енді сондай бір қызық сәттер болды өмірімде. Мен жалпы өзім мүлік сүресін бұрында жаттаған кезде әлі есімде. Құран жарысқа барып, сол кезде екінші орын алып, бір керемет сәттер болды. Бізде де сондай ниетіміз бар. Осы топпен бірге біз жаттап бастадық. 20 адам бар қазір топта. Енді Аллах Тағала тұрақтылық берсін. Соңына дейін апарып, Аллах нәсіп етсін толық жаттау. Одан кейін Құран жарысы ұйымдастырамыз. Ең маңызды 20 адамнан тек 5 адам болып қалып қоймаса болар еді, иншаллах. Біз үшін дұға айтып қойыңыз, иншаллах. Одан кейін біз мүлік сүресін толық жаттап болғаннан кейін, Алла қаласа, біз сізбен бірге бөлісетін боламыз, иншаллах. Енді қараңыз, сіз де сол сабаққа қатысаңыз болады. Әр екінші күн сайын біз прямой эфир жүргіземіз. Сол кезде мүлік сүресін сізге де оқытып үйретемін, иншаллах. Аллах Тағала баршамызға пайдалы ілімнен болсын, иншаллах.